Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Біз племянницам екеуміз киім алуға, племянницам және де тенниске жазылуға шығып бара жатырмыз. Өздеріңіз не істеп жатырсыздар? Бүгінгі күнім осы жеңілмен өтетін сияқты, өйткені қолмен жүрген кезде басқа нәрсеге уақыт болмайды менде. Кешін жүреміз. Сол айта кетейін деп жатқаным, қыздар мен сіздерді алдағы уақытта шайға шақырамын деген болатын. Соған қазір қыздар жазылып жатыр. Алдағы уақытта қай күн екенін айтатын болам. Және де жақсы жаңалық, сол шайға келетін қыздардың өмірі менімен кездескеннен кейін 100%-ға өзгеретініне мен сіздерге гарантия беремін. Өйткені менде нақты қадамдар мен нақты жоспарлар барлығы көрсетілген. Сол жерде мен сіздерге фактпен барлығын айтып беретін боламын, көрсетіп беретін боламын. Сол бойынша бұйыртса бәрі сіздерде жақсы болады. Так что жазылыңыздар, маған тез. Баларыңыз бағана стористарымызды кешелі бері қарап жатсыздар. Бақытты болыңдар деп жатқан жандар баршаңызға негізі аумин, бақытты болайық, бәріміз бақытты болуға лайықтымыз. Бірақ бұның барлығы негізі пранк. Біз бүгін Түркиядан келген мұсафирлерімізді қаршыладық. Демек, Түркиядан келген достарымызды қарсы алдық. Өзіміздің қазақ ұлттық нақышта киімдерімізді киіп, ыстық бауырсағымызды қаймағымен ұсынып, түрік достарымызды керемет қарсы алдық. Бұның барлығы негізі сіздерге бір жай ғана бір әзіл қалжың ретінде салған. Сол күнге жетейік, бұйырсын, Алла нәсіп болса, сол күнге жетсе міндетті түрде сүйінші сұрап сіздерге сториске постып салатын боламын. Ал енді бұл қыз жай менің әріптесім, есімі Эльвира. Ойнап бергенге рахмет. Biz bugün Türkiye'den gelen misafirlerimize karşıladık. Bağırsakta bizde Kazak'ta kaymakka batırıp yiydi. Asp olsun, bismillah. Biz asp olsun desek, Türkçe afiyet olsun deydi. Çok teşekkür ederim. Всем привет, Алматыға келіп алдым. Мен түнгі рейс деген жаман. Ұйқым былай емес болып қалды. Короче, мен сіздер айтқым келіп тұрған, қараңыздар, без эффекті, без фильтра түсіріп тұрмын. Мына жеріндегі, кішкентай болды ғой бұрын. Менің ойым, мына үлкейіп баратыр, жайылып баратыр да, соны алдын алу керек. Мен білемін, ол бір-екі айда кете қоятын нәрсе емес. Мен қазір бұрында, осы уходтар пайдаланатын, как обычно, но олар жаман деп айта алмаймын. Тазартады, бірақ мынау солай, наоборот, кішірейдің орнына үлкейіп барады. Сол себепті полностью Бибинурханның консультация алып, мыналарды алдым, уходтарымды жеке-жеке тоқталамын, күнде қолданып көрсетемін. Бұл ешқандай да бартер реклама емес, прям как обычно өзімде сатып алдым. Еще күшті акция сеттер шығып жатқаннан кейін момент сатып алдым. Ал менің сестрам алған кезде өте қымбат қалды. Енді жеке-жеке алды да, ал қазір олар прям сет қылып шығарып жатыр осындай жиынтықтарды. Если жоқ қызық болса,